Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі оңай, тез пісетін пиццаның рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге айран, ұн, сұйық май, тұз және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен айранды ыдысымызға құйып аламыз. Айран бөлме температурасында тұрған. Одан соң тұз саламыз, сұйық май құямыз. Жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Одан соң ұнға қопсытқыш қосып араластырып аламыз. Одан соң електен өткізіп массамызға қосамыз. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей барлық ұнды електен өткізіп алдық. Жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Егерде ұн азырақ болса, кішкене қосса болады. Одан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Қолымызға жабыспау үшін қолымызды майлап аламыз. Одан соң қамырды екіге бөліп 10 минут тындырып қоямыз, бетін жауып. Осы арада салмасын дайындаймыз. Үкіштен өткізілген ірімшік, жұқалап туралған шұжық және кетчуп қажет. 10 минут өткен соң қамырымызды алып, тағы бір домалақтап аламыз. Одан соң пергамент қағазына кішкене ұн себелеп, қамырымызды жайып аламыз. Қолымызбен жаямыз. Оқтаумен жайса да болады. Бірақ та қамыр өте жұмсақ болғандықтан қолмен өте жақсы жайылады. Қамырды жайып болған соң кішкене осындай бортиктер шығаруды ұмытпаймыз. Мен қамырды қалыңдау қылып жайып алдым. Сіздер өз қалауыңызша жұқалау қылып жазсаңыздар да болады, егерде жұқасын ұнатсаңыз. Одан соң кетчупты осылай бетіне жағып шығамыз, барлық жеріне. Одан соң сырды осылай екіге бөлеміз. Екі пиццаға жететіндей қылып, одан соң кішкене бетіне сеуеміз. Шұжықтарды осылай қойып шығамыз. Жұқа болып туралған шұжықтар. Осы арада қызанақ қоссаңыздар да болады. Тұздалған қияр, салмасын өздеріңіз қалауыңызша әртүрлі қылып сала берсеңіз болады. Қалған сырды да үстіне осылай сеуіп шығамыз. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Әркімде пеш әрқалай, сондықтан уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Мінекей 25 минут өтті. Пиццамыз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыры өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.